Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен керемет осындай бауырсақтың рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, комментария жазып, тіркеліп кетіңіздер. Рецептпен бөлісе кетейін. Ең алдымен жылы суымызға сапалы, мерзімі өтіп кетпеген дрожжды саламыз. Оның үстіне бір қасық құмжекерімізді салып, жақсылап араластырып 5 минутқа тұндырып қоямыз. Ал енді бөлек бір ыдысқа қол күймейтіндей жылы сүтімізді алып, үстіне сары майымызды ерітіп, құйып, 2 жұмыртқамызды салып, азырақ майонезімізді салып, бір қасық тұзымызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Араластырып болып, дайын болған дрожжымызды үстіне құятын боламыз. Сөйтіп, оны да жақсылап араластырып, менің ұным еленген. Осы ұнымызды шетінен салып, жоғары сұрыпты ұн шетінен салып, осыған қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды илеп, жақсылап июін қандырып, аздан салып илеңіздер. Менің ұным 1 киладай ұн. Енді әр ұнның тығыздығы арғалай. Қамырымын керемет. Енді бұны бетін жауып, жақсылап орап қоямыз. Жарты сағатқа көтерілгенше. Қамырымыз 1 сағаттай көлемде болды. Өте керемет болып ашыған. Қамырдың ашуы негізі дрожждың сапасына қарай. Сапасы өтіп кетпеген, мерзімі өтіп кетпеген дрожж болу қажет. Сонда керемет болып осылай көтерілетін болады. Осы рецептпен жасасаңыздар өте бауырсақтарымыз көтеріліп күшті піседі. Қамырымызды теңдей 3 бөлікке бөліп аламыз. Қамырға ұнды көп себудің қажеті жоқ. Осылай жайменен жайып, өзінің формасына салып, өздеріңіздің қалауларыңызша домалақ қылып кессеңіздер де болады. 4-5 топ кессеңіздер де өз еркілеріңізбен дөңгелетіп кесіп аламыз. Өздеріңіздің қалауларыңызша арасында қалған қамырларды келесі бауырсаққа пайдаланатын боламыз. Арасын алыс-алыс қылып, мата сүлгіге үстіп орналастыратын боламыз. Және де беттерін жауып қоямыз. Енді келесі алып қалған қамырларымызды дәл осылай кесіп, орташа қалыңдықта жайып кесіп аламыз. Оны да мата сүлгіге орналастырамыз. Арасы алыс болу керек, бір-біріне жабыспайтын болу керек. Арасын бетін жауып, сүлгіменен жауып, арасын алыс-алыс қылып жауып қойыңыздар. Майымызды қыздырып, енді бауырсақтарымызды пісіретін боламыз. Жарты сағаттай болды, көтерілді. Қатты отта емес, астын орташа отта жағып пісіріңіздер. Екі бетін араластырып, міне бауырсақтарым бәрін пісіріп алдым. Құрметті менің сүйікті көрермендерім, әлі де каналға тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыздар, менің осындай бір жасағынан шығатын қарапайым дәмді рецепттерімді жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп алыңыздар. Қазақ тілі каналым осылай ары қарай үлестеріңізді қосыңыздар.